Сәлем баршаңызға, сіздермен Айдана. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге таңғы асқа осындай ерекше оладьи, яғни құймақтар дайындауды көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа, 4 ас қасық қант және де шым тұзымызды салып, осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұдан кейін 250 мл айранымызды, жылы айранымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды жаймен бөле отырып, осылай қосып шығатын боламыз. Біздің массамыз не қою емес, не сұйық болмауы қажет. Осылай бір қалыпты масса болғанша венчикпен араластырып алатын боламыз. Біздің массамыз дайын болғаннан кейін оған 1 шай қасық ас содасын қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған уақытта 1 ас қасықтан біздің құймақтарымызды салып, осылай крышкасын жауып пісіріп алатын боламыз. Асты қызарғаннан кейін екінші бетіне аударамыз. Осылай құймақтарымызды пісіріп аламыз. Осымен біздің құймақтарымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.